Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласта. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп ішсең, бақыттысың демес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп, той тойлау. Әсің болмай күйбеңменен, қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған келмек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Ата-аналар комитетінің бірінші отырысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Қандай сезім итермеледі? Адамгершілік, арық ұят, жаңағы монтиді, томпиді итермеледі, иә? Яғни сол жерде ол адал оған тиісті ме? Ол кездері тонық еді таңы, суындай мөлдіреді жаны, ақтаяқпен шапқылау шек-шіркін, қара жолдың бұрқыратып шаңы. Сол кешегі бала күнім қайда, ойнақтаған ұқсап құлын тайға, шынымен ақ шырын шақтар сол бір, енді ешқашан қайтып оралмай ма? Жағасында бір жарысқан жылға, асық салып асық атқан қырда, алыстады ертеңіміз жайла, ертегіміз айналды да шынға. Сол кешегі бала күнім қайда, ойнақтаған ұқсап құлын тайға, шынымен ақ шырын шақтар сол бір, енді ешқашан қайтып оралмай ма? Сол кешегі бала күнім қайда, ойнақтаған ұқсап құлын тайға, шынымен ақ шырын шақтар сол бір, енді ешқашан қайтып оралмай ма? Сол кешегі бала күнім қайда, ойнақтаған ұқсап құлын тайға, шынымен ақ шырын шақтар сол бір, енді ешқашан қайтып оралмай ма? Маңызды себеп бар. Ол қандай себептер? Біз ортаға қандай себептен тоғысамыз? Балалар не істеуіміз керек? Тәрбиелеу деген сөз не ғой? Кітаби тілмен айтылғанда тәрбиелеу емес. Балаларды бір-біріне не істеуіміз керек?
жақындастыруымыз керек. Жақындастыруға арналып. Бірлесе әрекет ету керек. Мысалы, біздер топтық жұмысқа үйренбегенбіз. Түсініңіз бе? Біз топтық жұмысқа үйренбегенбіз. Жеке жүреміз. Себебі, келе ғой, артқа отырады. Себебі не болды? Ондай әңгімені айтудан қалды ата-аналар. Түсініңіз бе? Менің әкем 4 мезгіл шай ішетін. Сол шайды біз әрқайсымыз шай құйып отырамыз. Соған шай құйды дегенде бітті. 4-ші сменге кіріп қалсаң бітті, сағат 12-де. Танисыз ғой әкемді? Ал ұйықтамайды. Көке дейтін еді сонда. Адал еңбек етсең, саған адал еңбек етеді. Сен адал ұстаз болсаң, сенің де алдынан адал адам шығады. Сен адал өмір сүрсең, адал сен емдейтін адамда адал болады. Бәрі, сен жұртқа не істейсің соның бәрі адалдықтың алдыңа келеді дейтін еді. Біздер қойшы деп тыңдамайтын едік. Ал келсең, осы сол болды. Ал бірақ қазір оны ұмытып кетті адамдар. Ұмытып кетті. Уақыт жоқ па? Өздерін қатты ақылды санай ма білмеймін. Әйтеуір балаларына ондай әңгіме айтпайды. Көрдіңіз бе? Тіпті былай қарағанда міне қазір келіп отырған ата-аналардың санынан да көруге болады. Ең құрғанда әжесі келсе болады ғой. Атасы келсе болады ғой. Жаны ашымай ма? Көкемау келіні жұмыста жүр. Баласы жұмыста жүр. Үйде кім оның тәрбиесімен айналысады? Ата әже болу керек. Бірақ қазіргі ата әжелер стадионда жүр. Басқада жүр. Өзінің сыртын сақтайды, өзінің нені сақтайды. Сырт пішіні керек. Мынаның ішінде айтылады. Не бойся старости, что она придет, что она пришло, а бойся, что она никогда не придет. Қартаюға сен нетпе дейді, ренжіме дейді, қартайдым деп ренжіме дейді, қартаюға жеткісін деп тіле дейді. Сен қартаймаймын деп жүргенде қарап отырсаң, ұят мәселелердің бәрі болып жатыр. Әже орында, ана орында, келін орында болған қандай заман екен? Осының бәрін қойып қазір тойдан неше түрлі ұят мәселелер болып жатыр. Оның ортасында соғылысып жүрген, сеңдей соғылысып жүрген бір баланың басын жарып кеткен жоқ па? Ойай, ұят-ай. Жасармай қояқшы. Ертеңіз бі, да? Әркім өзінің жасында болсын, әркім өзінің несінде болсын, әркім өзінің баласын тәрбиелесінші. Біз де солай ойлаймыз мысалы. Жас көрінесіз дегенге мәз болып. Оның бәрі орысша. Көрдіңіз бе? Орыста қалған нені тыю керек. Қазақша өзіңіздің менталитетіңізді кіргізіп, адал азамат деген осылай тәрбиелеу керек те. Міне, алғашқы жанымыздың бастамасын бір-бірімізбен танысудан бастайды. Біз бір-бірімізді танимыз ғой. Ата-аналар бір-бірімен танысады, оны танысамыз енді. Енді ата-аналар сөз алу керек. Кім сөйлейді? Осы туралы. Мен сияқты. Түсінік айтсын. Мысалы, осы жағдайды айтуға кез келді ма? Айтыңызшы. Кім сөйлейді мына жерге? Өзінің ойын айтасыз ба? Сіз келіңізші. Менің ойым дұрыс па? Ал мен тыңдаймын. Ажал туралы айтып отырған әңгімеңіз өте дұрыс. Ол шындық енді. Енді мысалы менде қазір қыздан 5 жиенім бар, немереден 2 балада 4 түлектен бар. Олар сол мамасы мұғалім сіз сияқты, біреу бастаушысы, біреу геолог. Үйде мен жұмсаймын, тәрбиелеймін, тамақ пісіруге үйретемін, адалдыққа үйретемін, біреудің ала жүгін аттамаң деген сияқты. Мысалы жерде бір 10 теңге жатса да алмаңдар, я біреу білмеңіз түсіп қалса онда тауып алдық деп алмаңдар деген сияқты сол үйретемін. Шаруашылыққа үйретемін, мысалы малға деген сияқты. 4 оқитын қыздар тағы ана неден оқитын Алтынсаринде. Оған ешкі сол үйреткен.
мысалы енді малды да бәрін көру керек қой. Мысалы кейбір балдар төсегінің не екенін білмейді, шоқ салатын оны да білмейді. Солардың бәрін көрсетіп, ең бастысы адалдық қой балаларға тілегі. Енді өмірде мынандай оқиға болды деп айта аласыз ба? Ондай оқиға бола қойған жоқ. Бірақ енді шамамыз келсе жаңағыдай ешкіммен ұрыспаң. Ұрысып жатса да мысалы кішкене ақылмен тыңдаң. Ол саған жаман болсын деп ұрыспайды. Мысалы сенен кінә кеткен шығар, мысалы кінә сенен болуы мүмкін. Сосын бажақтап ешкіммен ұрыспаң деген сияқты енді солай ғой. Көрші болғасын, көлем болғасын. Ондай жағдайлар болып тұрады, иә? Болып тұрады, иә. Ондай жағдайлар болмады деуіңіз ол екі талай болды ғой. Просто есіңізге түспей тұрған шығар. Төбелесіп қалады мысалы. Иә. Сол сияқты ғой. Сол кезде мысалы адалдықты сіздің балаңыз көрсете алды ма? Адалдықты көрсете алмайды олар. Себебі барып мен мамасына айттым. Екеуінен де кінә бар дедім. Сен де балаңды жақтырмай ақ қой, мен де жақтырмай ақ қой. Екеуінен де болып тұр ғой. Ол балдар адалдық деген түсінбейді де? Түсінбейді ол адалдықтарды. Бірақ соған ата-ана келісті ма? Келісті. Сөйтіп келісіп өзінің баласын тәрбиеледі, иә? Содан кейін балаларыңыз дос болып кетті, де? Жақсы отыра отырсыз, рахмет. Тағы кім айтады өзінің оқиғасын? Бар ма? Кім бар? Сәбинаның мамасы, келіңіз. Келіңіз. Айтыңыз. Айтыңыз. Мен де үйде отырған анамын. Менде атасы, әжесі, папасы жұмыста. Сол балдардың тәрбиесі, сабағы бәрі менің қолымда. Мен қараймын және. 4 қызым бар, 3-і оқиды осы мектепте. Сол сабақтарын жақсы оқуға, тәрбиесіне. Оны білеміз, оны жақсы, ол сіздің міндетіңіз атқарып жатсыз. Бірақ мынандай жағдай болды ма дейді, мысалы, қызыңыз жылап келді, я болмаса бір мектепте сондай жағдай болды, адал емес, мысалы, әділ болмаған кездер болды ма? Ондай білмеймін, жалпы жаңағы айтқандай қасындағы оқушылармен ренжісіп қалады, маған бүйтті, мені түртіп жіберді, мені алып қойды. Мен ештеңе етпейді, береді, былай енді естемедім да, былай. Көңіліне ала берді. Иә, беттен алып сен де ұрысып кетпе, саған естемеу жаңағы. Әдейі естемеген шығар, ештеңе етпейді, сен сыныптасың, ол деген сияқты айтады. Ол енді менің ойымша 3 ретке дейін кешіруге болады. Үшіншісінде ештеңе етпейді деп айта беруге болмайды, иә? Үшіншісінде барып өзін шешуің керек, иә? Араға түсуің керек. Араға түспесе, ол жалғаса берсе, баланың несіне де, жеке шекарасына да әсер етеді. Дұрыс емес. Оны қалай қойдырамыз, мысалы, қиын жағдай, иә? Ол социальный кәдімгі. Отыра отырсыз. Сіз айтыңызшы. Айнаттың мамасы. Мектепке машинамен барсам балалардың тәжіне, көшеден жекпенен музыканы тақырып сол мысалы авария болып қалса қайтеді. Соны айтпайды ол. Сол. Адалдық тақырыбында сөз болып отқаннан кейін өмірде көп әділсіздіктер болып жатыр, енді бұны жоққа да шығара алмаймыз. Мысалы, үйде Райнбек бәріміз талқы етеміз, қазір Райнбек болады екен. Жалғыз болады, Жалғыз болады, иә.